Мына ойлан тап Айдармен берілген шығармашылық тапсырманы қарастырайық. 43-ші бет, 2-ші сынып. Суретке қара, кәмпиттердің бағасын анықта деген тапсырма берген. Кәмпиттердің денсаулыққа пайдасы бар ма, ойыңмен бөліс деген. Алдымен кәмпиттердің бағасын анықтап алайық. Енді қарап тұрсақ, бірдей кәмпиттер бұл жерде бір қатарда, бір бағанда қызыл кәмпиттер тұр, иә? Демек 60-ты 2-ке бөлеміз, сонда бір қызыл кәмпиттің бағасы 30 теңге екен. Ал енді мына жерде 70 теңге деп тұр ғой, көк кәмпит пен қызыл кәмпитті, иә? Олай болса, 70 теңгеден қызыл кәмпиттің бағасын шығарып тастасақ, көк кәмпиттің бағасы шығады. Бірінші қатарда көк және күлгін түсті конфеттің бағасы 60 теңге деп көрсетілген. Демек, 60 теңгеден жаңағы көк кәмпиттің 40 теңге деген бағасын шығарып тастасақ, алып тастасақ, онда күлгін түсті конфеттің бағасы 20 теңге екені белгілі болады. Ал енді сары және жасыл түсті конфеттердің бағасын тауып көр. Конфеттің денсаулыққа пайдасы бар ма деген сұраққа да жауапты ізде. Ойлан.